Сәлем достар, бұл тағам маған өте ұнады, сондықтан сіздерге де ұсынғым келіп тұр. Бір мезгілде соус, картошка, тефтели, буда пісіп шығады. Ең бірінші күрішті термомикске өлшеп аламыз. Сорт басмати болмаса ұзын күріш болады. Әрі қарай ыстық суға бұқтырамыз. Ыдысты былай алып қойып, әрі қарай котлета жасаймыз. Ол үшін чашаға жуа, картошка салып 5 секунд майдалаймыз. Көкөністердің барлығын төмен қарай түсіреміз. Фарш, тұз, бұрыш қосып, бір минут илейміз. Сонда котлеты отбивные болып шығады. Әрі қарай варома ыдысын әкеліп, фарштан жұмыртқаның өлшеміндей домалақта форма жасап, әр қайсын бөлек-бөлек күрішке батырамыз. Сосын ол шариктерді вароманың жоғарғы этажына қоямыз. Вароманың төменгі этажына жанұяңыздың қалайтын гарнир қойсаңыз болады. Менде саңырауқұлақ пен картошка. Бұрыш сеуіп, кішкене май сепсеңіз де болады. Әрі қарай соус дайындайтын боламыз. Ол үшін термомикс чашасына жуа, сәбіз, сарымсақ қосып, бес секунд турап аламыз. Май құямыз. 5 минут варома бірінші скоростьта қайнатамыз. Кілегей, қызанақ, дәмдеуіштер, тұз, бұрыш, кориандр, қант қосамыз. Қант қызанақ қышқылдығын жояды. Варомаларды термомикс чашасының крышкасына қоямыз. 40 минут варома бірінші жылдамдықта қайнатамыз. Тез, оңай, әрі пайдалы болып буда піскен кешкі асымыз дайын, түрі де ерекше, кірпі тәріздес. Барлық гарнир буда пісті. Соусының түрі қаны, қою, дәмді болып піскен. Ерекше тағам ұнайды деп ойлаймын. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.